Армысыздар, құрметті білім алушылар. Мен Султанова Меруерт Кенесхановна, математика пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы пирамида, пирамиданың параллель қимасының қасиеттері, қиық пирамидалар. Бұл көп жақтардың ішіндегі ең қызықты тақырыптардың бірі. Мақсаты пирамиданың анықтамасын, оның элементтерін, пирамида түрлерін білу, оларды жазықтықта кескіндей алу, пирамидаға байланысты есептер шығару. Уақыттан бәрі қорқады, ал уақыт пирамидадан қорқады деген араб мақал-мәтелі бар. Қазіргі кезде осы пирамиданың жұмбақ сырын ғалымдар күні бүгінге дейін шеше алмай келе жатыр. Пирамида тақырыбын қарағанда Мысыр пирамидаларын айтпай кету мүмкін емес. Олар тек математиктерді ғана емес, сонымен бірге физиктерді, тарихшыларды, тағы басқа ғалымдарды қызықтырып келеді. Ендеше пирамида дегеніміз не? Деген сұраққа жауап берейік. Пирамида деп бір жағы кез келген көп бұрыш, ал қалған жақтары төбелері ортақ үшбұрыштардан тұратын көп жақты атайды. Пирамидаларды дөңес және дөңес емес деп бөледі екенбіз екіге. Пирамиданың құрам бөліктері жазық көп бұрыштан тұрады. Пирамиданың табаны болып тұрған суреттен көріп тұрсыздар. Табан жазықтығында жатпайтын нүкте пирамиданың төбесі болады екен. Пирамиданың төбесінен табанның нүктелерімен қосатын кесінділер пирамиданың бүйір қырлары болады. Пирамиданың биіктігі деп пирамиданың төбесінен табан жазықтығына түсірілген перпендикулярды айтады екенбіз. Бұның барлығын суреттен байқап отырсыздар. Пирамиданың түрлері n бұрышты пирамида, дұрыс пирамида, қиық пирамида болады екен. Енді осыларға жеке-жеке тоқталайық. n бұрышты пирамида дегеніміз не? n бұрышты пирамиданың табаны n бұрыш болады екен. Яғни пирамиданың табанында неше бұрышты көп бұрыш жатса, сонша бұрышты пирамида деп айтады екенбіз. 4 бұрышты пирамида, 5 бұрышты пирамида, 7 бұрышты пирамида. Суреттен көріп отырсыздар. Келесі. Егер пирамиданың табаны дұрыс көп бұрыш болып, төбесінің проекциясы табанның центріне дәл түссе, онда ол дұрыс пирамида деп аталады. Дұрыс пирамиданың бүйір қырлары тең, бүйір жақтары, апофемалары тең болады. Табандағы екі жақты бұрыштары тең болады. Бүйір қырларындағы екі жақты бұрыштары тең екен. Дұрыс пирамиданың бүйір жағының пирамида төбесінен түсірілген биіктігі пирамиданың апофемасы деп аталады. Пирамиданың табаны мен табан жазықтығына параллель қима жазықтығы арасындағы бөлігі қиық пирамида деп аталады. Суретте қиық пирамида көріп тұрмыз. 2 табаны болады екен. Әр табанында 5 бұрыш жатқанын байқап отырсыздар. Қиық пирамиданың бүйір жақтары трапециялар болып келеді екен. Ал оның бүйір қырлары осы трапецияның бүйір қырлары екен. Трапецияның бүйір қырлары. Есімізге сақтап аламыз. Ал бір табанның кез келген нүктесінен екінші табан жазықтығына түсірілген перпендикуляр қиық пирамиданың биіктігі деп аталады. Суретте О1 биіктік болып тұр. Дұрыс пирамиданың алынған қиық пирамиданың дұрыс қиық пирамида деп айтамыз. Бүйір жағының биіктігі дұрыс қиық пирамиданың апофемасы деп аталады. Дұрыс қиық пирамиданың бүйір жақтары тең, бүйір қырлары тең, апофемалары тең, бүйір әрбір табан қабырғасындағы екі жақты бұрыштары тең, бүйір қырларындағы екі жақты бұрыштары тең болады екен. Пирамиданың төбесі арқылы өтіп, табанымен қиылысатын жазықтар мен қималары үшбұрыштар болып келеді. Суретте сары түспен үшбұрыш көріп тұрсыздар. Яғни қимасы бүйір қыры мен табанның диагоналі арқылы өтетін қиманы пирамиданың диагональдық қимасы деп аталады екен. SAVCD. Енді келесі есепке көшейік. SAVCD дұрыс төртбұрышты пирамида берілген есепте. Және табанның центрі O нүктесі, S-ті тең 26, AC тең 20, ESO кесіндісінің ұзындығын табыңыздар деген есепті қарастырайық.
Осы жерде табанында байқап тұрсыңдар, дұрыс төртбұрыш жатса, ол ендеше табанда квадрат жатыр деген сөз. S деген қырлары, яғни S, SV және SA барлығы өзара бір-бірімен тең 26. ISO деп беріп тұрған, ол бізде кесіндінің ұзындығы не болады? Пирамиданың биіктігі болады екен. Ендеше мына есептің суретін салып көрсеттім. Берілген барлығын толығымен жазып аламыз алдымен. Сонан кейін табу керек SO биіктік деп жазамыз. Шешуі. Алдымен үшбұрыш ASO-ны қарастырайық. Бұл жерде бұрыш O 90 градус болғандықтан, бұл жерде SO-ны табуға болады. SO-ны қалай табамыз? Яғни SO катет болып тұр бұл арада. Ендеше Пифагор теоремасын қолданамыз. Енді Пифагор теоремасын қолданбас бұрын, бұл жерде АО неге тең екенін қарастырып алайық. АО АС-ның жартысы болып тұр. Ал АС деген бізде квадраттың диагоналі. Ендеше ол және тура екіге бөлініп тұр. Қақ 10 да 10 болып тұр. АО да 10-ға, 30 да 10-ға тең екен. Ендеше АО 10-ға тең болса, біз осы жерден S оны табу үшін жаңағы Пифагорды қолданып S-тің квадраты, яғни гипотенузаның квадраты катеттерінің квадраттарының қосындысына тең деген формуланы қолданып отырмыз. Ары қаратай SO квадрат катеті табу үшін AS-тің квадратынан AO-ның квадратын азайтамыз. Сонда 26-ның квадратынан 10-ның квадратын азайтқанда 576 шығады екен соңында. 576 дегеніміз ол SO-ның өзін тапқанда 24-ке тең болады. Сонда жауабы 24 болады екен. Келесі есепті қарастырайық. Есепте дұрыс төртбұрышты пирамиданың табан қабырғасы 6 см, ал бүйір жағы табан жазықтығымен 60 градус бұрыш жасайды. Пирамиданың бүйір қырын табыңыз деген есеп. Ендеше алдымен суретін салып сіздерге көрсеттім. Табан қабырғаларының барлығы 6 см, яғни табанда квадрат жатыр. Бүйір жағы табан жазықтығымен 60 градус бұрыш жасайтынды да көрсеттік. Ол EKH бұрышы болып тұр. Берілген барлығын толық жазып алғаннан кейін табу керек EA деп көрсеттім. Яғни табанда квадрат жатқандықтан барлық қырлары тең болады. Ендеше бізге осы жерде EA-ны тапсақ жеткілікті болады екен. Енді қараңыздар. HK мына жерде 3-ке тең. Өйткені HK ол AB-ның жартысы. Ендеше 6-ның жартысы 3-ке тең. Енді EA-ны табу үшін EAH үшбұрышын қарастыруға болады. Яғни ол тікбұрышты үшбұрыш. Бірақ ол жерде бізде EH белгілі болғанмен AH белгісіз болып тұр. Сондықтан бізге басқа үшбұрыштарды қарастырған дұрыс. Яғни EKH үшбұрышын қарастырамыз. EKH үшбұрышында EK бізде 2 көбейтілген KH тең 6 деп жаздым. Ол нені білдіреді? Бұл жерде балалар тікбұрышты үшбұрыш болғандықтан бізде EHK 90 градусқа тең, EKH берілгені бойынша 60 градусқа тең болса, ендеше бізде KEH-ті тауып алуымызға болады. KEH 30 градусқа тең. Себебі бұл жерде үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180-ді беру керек. Сонда бізде 30 градус шығып тұрған KEH бұрышы болып тұр. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген заңдылық бар, білесіңдер. 30 градусқа қарсы жатқан катет бұл жерде KH. Ол KE-ның жартысына тең. Ендеше KE 2 KH-қа тең. Ендеше 3 көбейту 2 тең 6 болып тұр бұл жерде. Енді үшбұрыш EKA-ны қарастырып отырып, осы жерден ары қарата AE-ны табамыз. AE-ны. AE бұл жерде тағы да гипотенуза болып тұр. Ендеше EK-ның квадраты плюс AK-ның квадраты. Формуланы жазып алдық Пифагордың. Ары қарата AE тең деп орнына қоямыз. 6-ның квадраты қосылған 3-дің квадраты.
түбір астында 45 дегеніміз 9 көбейтілген 5 ендеше 9-дан түбірдің астынан 3 шығады ендеше 3 түбір астында 5 бұл жауабы болады. Жауабы 3 түбір астында 5 6 сантиметр. 3 түбір астында 5 сантиметр, кешіріңіздер. Келесі. Балалар, енді үй тапсырмасы. Дәптерге орындайсыздар алдымен мына жаттығуларды. Бірінші, екінші, үшінші жаттығу берілген. Дәптерге жаңа дәрістен оқи отырып, түсінгендеріңіз бойынша бұл жерде табаны, бүйір жағы қайсы екенін, сәйкестерін тауып, әріптермен яғни жазып қоямыз. Пирамиданың табаны қайсы екенін, бүйір жақтары қайсы екенін теріп жазып қоямыз дәптерге. Келесі бірінші және екінші есеп беріліп тұр. Бұл есептердің шығарылу жолы жаңа жоғарыда мен көрсетіп өткен есептерге ұқсас. Пирамиданың бұл жерде де жаңағы есептерге ұқсас. Табанында диагональ 10 см, әрбір бүйір 10 см биіктігін табу керек. Сонымен, құрметті білім алушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.